Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге бал қаймақ дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңа сауылған түйе сүтінен 5 литр сүт қажет болады. Сүтімізді қазанымызға құйып, газге қойып қайнатамыз. Сүтіміздің беті осылай қаймақтанған кезде сүтіміз тасып кетпес үшін сапырып отырып қайнатамыз. Сүтімізді осылай араластырып тұрып қайната береміз. Сүтіміз қайнап тартыла бастаған кезде осындай қасықтың көмегімен қазанның түбін қырып отырып араластырамыз. Сүтіміз жәймендеп қоюлана бастайды. Сол кезде сүтімізді қазанымыздың түбін жан-жақтарын қырып отырып араластырып тұрамыз. Сүтіміз осылай қатты қою болған кезде газымыздың астын баяулатып қасықпен араластырып тұрамыз. Қайнаған сайын сүтіміздің түсі қоңырайып, әдемі сарғыш түске ене бастайды. Тоқтатпай араластыра береміз, түбі күйіп кетпес үшін. Осындай қою болған кезде 1,5 стакан шекерімізді салып араластырамыз. Шекерімізді салған кезде қайтадан сүтіміз сұйықталады. Араластырып, қою болғанға дейін араластырып тұрамыз. Жылдамдықты араластырып тұрамыз. Балқаймағымыз ортаға жинала берген кезде біздің балқаймағымыз дайын болып қалғаны. Газымызды өшіріп, осылай қасықтың көмегімен қазанымыздың жан-жағына жағып тастаймыз. Газымызды өшіреміз. Суығаннан кейін қасықтың көмегімен осылай қырып аламыз. Осы балқаймағымызды қырып алғаннан кейін мен осылай өлшем 500 граммнан бөлемін. Сонда таста 2 балқаймақ шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, қолымызға алып, дөңгелек пішінге келтіріп, бірінші жинақтап аламыз. Содан кейін дөңгелек пішінге келтіріп, балқаймақтың формасына келтіреміз. Балқаймағымызды осылай формаға келтіргеннен кейін пакетке салып, холодильникке қоямыз.
Екінші балқаймағымызды дәл осылай дайындап, пакетке салып холодильникке қоямыз. Балқаймақты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, қазақ халқының ұлттық тәттісінің бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.